Жаңа кодекс нарықты сүзгіден өткізеді деп айта аламыз ба? Халық игілігін қашан көреді? Енді халық игілігін мынау ендігі жыл ғана көру мүмкін. Себебі басында құрылыс кодексі мынау енеді. Кейбір құрылыс кодексінің кейбір нормалары, мысалы айталық, 2030 жылдан бастап енеді күшіне. Мысалы, сейсма микрозонирование карталары, лай көшкіні сияқты карталар ол 30 жылдан бастап енеді. Ал жалпы нормалар, олар міне ендігі жылы уже іске қосылады. Үзілді кесілді әп-сәтте бүкіл халық сапалы үйлерде, заңмен жұмыс істейтін құрылыс компаниялары, заңмен жұмыс істейтін жобалау компаниялары, заңмен жұмыс істейтін мынау сараптама компаниялары әп-сәтте пайда болады деп айта алмаймын. Бұл өмірдің өзі көрсетеді, бірақ та соған итермелейтін, мүмкіндік беретін, міндеттейтін нормаларды біз қабылдадық. Сол қабылдағаннан кейін күте тұрайық, қарайық. Егер де бұл кейбір нормалар жұмыс жасамаса, мысалы айтық, біздің Наумова, Әбдиев сияқты біздің әріптес депутаттардың ұсынысы бойынша біз құрылыс кодексте мүгедектігі бар азаматтардың, яғни инклюзия қоғамның жағдайын ескере отырып, міндеттеу нормаларын қалдырғанбыз. Егер құрылыс компаниясы өзін соғып атқан үйлерінде, мысалы айталық, инклюзия, мүгедектігі бар азаматтардың мұңын ескермесе, мысалы арнайы кіретін нелер, көтерілетін лифттер дегендей, сол нормаларға дейін, детальға дейін біз қабылдап қойғанбыз. Басқаша айтқанда, бұл құрылыс кодексі басқа өзге заңдар қарағанда бір 70-80%-ға халықтың мұңын жырлап қорғап өтетін заң болу керек.